36-шы сабақ геометриялық фигураларды санауға берілген есептер. Бірінші есеп. Төмендегі фигураларды құрастыру үшін неше куб қолданылған? Бұл есепті шығару барысында біз бұларды бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат, төртінші қабат деп есептейік. Сонда әрбір қабаттар арасын санаймыз. Яғни бірінші қабат деп мына жерде айтып отырмыз, екінші қабат мына қабаты, үшінші және төртінші қабат деп. Бірінші қабатта қанша бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 8, 9, 10. Демек бірінші қабатта 10 бар деген сөз. Қосылған. Екінші қабатына барамыз. Екінші қабатта біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, мынамен алтау болады екен. Алтау. Қосылған. Үшінші қабатта біреу, екеу, үшеу ғана бар. Қосылған. Төртінші қабатта біреу бар. Осылардың бәрін қосатын болсақ, 6, 3, 9, мынамен 10, демек 20. Бірінші есептің жауабы 20 кубик қолданылған. Екіншісіне есепке кеттік. Бірінші қабатта біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, мынамен алтау бар екен. Алтау. Қосылған. Екінші қабатта біреу, екеу, үшеу. Қосылған. Төртінші қабатта біреу. Яғни бұлардың қосындысы 10 болады. Төртінші есебіміз. Үшінші есеп. Бірінші біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына жақта да төртеу. 8, 9, 10. Демек бір қабатта 10 бар. 10. Қосылған. Екінші қабатында әрбір бұрышында ғана, демек төрт бұрышта төртеу ғана бар. Қосылған. Үстіңгі мен астыңғы бірдей. Ол жақта да 10 бар. Демек 10, 10, 20, 24 болады екен. Келесі төртінші есебіміз. Бірінші қабатында біреу, екеу, үшеу. Үшеу. Мына жақта да үшеу, мына жақта да үшеу. 3, яғни 9 болады. 9, 10, 11. Демек бірінші қабатта 11 кубик бар. Екінші қабатына кетеміз. Екінші қабатта біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Екінші қабатта 6 кубик бар. Қосылған. Үшінші қабатта 2 кубик бар, 2 кубик бар. Демек 11-ге 6-ны қосамыз. 17, мынамен 19 болады. Демек бұл жерде 19 кубик бар. Келесі суреті. Бірінші қабатын санайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Бірінші қабатта 11 бар екен. Қосылған. Екінші қабатында біреу, екеу көрініп тұр. Мынаның астында біреу бар, үшеу, мынада біреу бар, төртеу, астындағы мен бесеу, мынамен алтау. Алтау. Қосылған. Үшінші қабатында біреу, екеу. Ал төртінші қабатта тағы да біреу. Демек, мынауыңыз 17, 18, 20. Демек, жауап 20 болады екен. Соңғы суреті. Бұл жақты да санайтын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мынамен 8 болады екен. 8 қосылған. Екінші қабатта біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, мынамен алтау. Алтау қосылған. Үшінші қабатта төртеу бар. Қосылған. Төртінші қабатта 1, 2, 3, төртінші қабатта екеу бар. Ал бесінші қабатта біреу бар. Демек 10, 21. 21 кубик бар екен мына жақта. Төмендегі фигураларды толықтыру үшін неше куб керек деп айтқан екен. Бірінші қабатымыз толып тұр. Екінші қабатта біреу жетіспейді. Қосылған. Үшінші қабатта екеу, төртеу, алтау, жетеу бар. Демек үшеу керек деген сөз. Сонымен барлығы қанша жетіспейді? 4 кубик жетіспейді деген сөз. Екіншісіне кеттік. Бірінші қабатымыз толық. Екінші қабатта біреу жоқ. Қосылған. Үшінші қабатта алтау жоқ. Себебі үшеу ғана бар, алтау жоқ. Демек барлығы жетеу жоқ деген сөз. Келесі суретіміз. Бірінші қабатымыз толық. Екінші қабатта 2 кубик жетіспей тұр. Үшінші қабатта барлық 9 түгелімен жоқ. 9 пен 2-ның қосындысы ол 11-ге тең. Келесі есебімізде бірінші қабатымыз толық. Екінші қабатта алтау жетпейді. Үшінші қабатта 9 жетпейді. Яғни 15 болады. Ал мына соңғысында біреу, екеу жоқ. Мына жақта бірінші қабатта екеу жоқ. Екінші қабатта біреу ғана бар. Яғни 8 жоқ. Үшінші қабат толығымен жоқ. Сонымен есептейміз. 8-ге 2-ні қосамыз. 10, мынамен 19. Демек есептің жауабы 19 болады деген сөз. Келесі. Өлшемдері 4-те 4 болатын куб берілген. Яғни мына фигура беріліпті. Берілген кубты құрастыру үшін неше куб қолданылған деп сұрақ қойған екен. Үстіңгі қатарды көрейік. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Яғни 4-дегі 4-іңіз 16. 4 көбейтілген 4 көбейтілген 4 болады. Себебі бір қатарда төртеу, екінші қатарда да төртеу, үшінші қатарда да төртеу, төртінші қатарда да төртеу. 4-те 4 және оны 4-ке көбейтеміз, болады 64. Яғни барлық осы кубикті құрастыру үшін 64 кіші кубик керек. Кіші кубтардың нешеуінің екі беті ойылған? Екі беті ойылған ол әрбір қырда болады.
мына біреуі, міне біреу, екеу. Мына қырда екеу бар екен. Демек, әр қырда 2-2-ден бар. Енді көбіктің қанша қыры бар, иә? Жоғарыда 4, табанда 4, бүйір қыры тағы да 4. Демек, барлығы 12 қыр бар. Ал бір қырда 2-ден. Олай болатын болса, жауабы 24. Яға жауабын 24 деп жазсақ болады екен. Кіші кубтардың нешеуінің бір беті боялған дейді. Бір беті боялған, дәл ортасында тұрады. Мына жерде тұрады, мына жерде тұрады, немесе ана жерде, немесе ана жерде. Яғни бір бетінің 4-еуі алынып тұр. Бір бетінің 4-еуі алынып тұрса, яғни бір бетінің 4-еуінде ондай фигура болса, демек бізде барлығы 6 бет бар. Ал 6 жердегі 4-ің 24. Есептің жауабы 24. Кіші кубтардың нешеуінің 3 беті боялған. 3 беті боялған ол қырларында болады, яғни мынандай қырларда болады. Кубиктің қанша қыры бар? 1 қыр, 2 қыр, 3 қыр, 4 қыр. Табанда да 4 қыр бар, яғни 8 қыры бар. 8 қыры болғандықтан есептің жауабы 8 болады. Себебі 1 қыры ғана боялған, кубтардың 3-еуінің қыры боялған, жауабы қанша? 8. Кіші кубтардың нешеуі мүлдем боялмаған дейді. Яғни мынаны сыртын бояғанда ортасы боялмаған, иә? Олай болатын болса, бергі беттегі 16-сы боялып қойған. Боялғанда жазып шығайық. 16 қосылған. Мына бетте 16 бар. Қосылған 16, қосылған 16 қосу. Мына бетте мыналардың бәрін санап қойдық. Не жерде 2, 4, 6, 8 жоқ. 8 жоқ. Демек, қосылған мына бетінде де қанша жоқ деген сөз. Қосылған бұл жақта да 8 жоқ. Осылардың қосындысы бізде барлық шетін айналдырып шығатын фигуралар. 16, 16, 32. Мынамен қосамыз 40. Мынамен болады 48. Олай болатын болса, 64-тен азайтамыз 48. 64-тен 48 азайтатын болсақ, 16 болады, 16 болады. Демек, кіші кубтардың нешеуінің іші боялмаған дейтін болса, есептің жауабы 16. Егер үлкен кубты өлшеп, оларды бір қатарға қоюға болатын болса, оның ұзындығы неше болады? Яғни бізде 4-те 4 деп айтты, өлшемдері 4-те 4 деп айтқан. Демек, бізде әрбір қыры 1 сантиметр деген сөз. Ал 1 сантиметрден болатын болса, менде барлығы 64 кіші көбек бар. Сол себептен бұл есептің жауабы 64 сантиметр болады.